Армысыздар құрметті көрермен, сіздің назарыңызда білім айнасы. Бүгінгі тақырыбымыз әрине білім саласына байланысты. Сіздердің алдарыңызда бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының орта білім беру орталығының директоры Адамова Манара Елкенівна. Құрметті Манара Елкенқызы, биыл 9 сынып бітірушілерінде мемлекеттік емтихан болады деп жатырмыз. Неге биылдан басталды? Не себеп болды? Қорытынды емтихандар 9 сыныпта бұған дейін де жүргізіліп келген. Биыл оның бұрынғы емтихандардың ерекшелігі ол жаңа форматта өтеді. Себебі биыл 9 сыныпқа келген түлектеріміз 3-ші жыл жаңартылған оқу бағдарламасымен оқып келе жатыр. Сол себепті оның форматы кішкене өзгереді. Қорытынды аттестаттау. Жақсы. Неге оқу жылының басында осы мәселелер жайында ақпарат берілмеді? Осы сұраққа жауап бересіз бе? Ақпарат беріліп келе жатыр. Оқу жылының басынан бастап бірнеше видеороликтар түсірілді. Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Және сонымен қатар қазақ және орыс тілдерінде әдістемелік нұсқаулықтар әзірленіп, ол облыстық әдістемелік кабинеттерге және мұғалімдерге сол әдіскерлер арқылы таратылып келе жатыр. Қандай пәндер кіріктіріліп отыр? Кіріктірілген деген сұрақ егер қорытынды емтиханға қатысты болатын болса, ол жерде 4 емтихан жүргізіледі. Яғни ана тілінен және екінші тілден, математикадан және 4-ші емтихан ол таңдау пәні. Сұрақтарды кімдер дайындайды? Сұрақтарды облыстық білім басқармасы дайындайды. Себебі 509-шы бұйрыққа сәйкес білім және ғылым министрлігінің 26 қарашада бұйрығымен бекітілген. Ол жерде облыстық білім басқармасының тарапынан жұмыс тобы құрылады. Сол жұмыс тобының мүшелері барлық мектептер үшін олардың ерекшеліктеріне сәйкес емтихан материалдарын дайындайды делінген. Оқушылар алдын ала қандай сұрақтар келуі мүмкін екенін біле ала ма? Біле алады. Қазіргі таңда қаңтар айының 13 мен 17 аралығында Нұр-Сұлтан қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогикалық шеберлік орталығының базасында 13 мен 17 аралығында 242 мұғалімге осы жаңа техникалық ерекшеліктерге сәйкес емтихан материалдарын әзірлеу бойынша дайындық курстары өтті. Осы курста пайдаланған техникалық ерекшеліктерде барлық пәндер бойынша тапсырманың үлгілері бар. Осы тапсырманың үлгілері қазір мектептерге берілді. Министрліктің тарапынан, облыстық білім басқармасының тарапынан қазір қадағаланып мектептерге беріліп отыр. Осы үлгілердің негізінде көктемге дейін мұғалімдердің балаларды дайындауға мүмкіндіктері бар. Егер қандайда бір бала тиісті балл жинай алмаса, орында қалуы мүмкін бе? Орнында қалуы мүмкін, бірақ егер де қорытынды аттестаттауда тапсыра алмаған жағдайда ол балаға қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі. Ол ережеде көрсетілген, және де қайта тапсыру үшін ол балаға мүмкіндік берілген жағдайда қорытынды аттестаттау тапсырмаларын мектеп қайта әзірлей алады, және сол бойынша балаға қосымша мүмкіндік беріледі. Ал жақсы тапсыру үшін не керек, не істеу керек? Білім министрлігі қандай да бір кеңес бере ме? Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің тарапынан қазір барлық облыстық әдістемелік кабинеттердің барлығы осы жұмысқа жұмылдырылған. Яғни білім алушыларды, мұғалімдерді өз дәрежесінде дайындау үшін және ата-аналарға қажетті көмекті беру үшін оларға барлық жұмыстарды ұйымдастырып отыр. Негізі маңызды сұрақтарға жауап берген үшін рахмет сізге, алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермен, әрине бұл мемлекеттік емтихан бұрында болған, бұдан кейін де болады. Аз болса да көкейде жүрген сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.